Қараусыз қалған көпір тұрғындардың өміріне қауіп тудыруда. Бұған дейін сапасы сыр берсе де, күрделі жөндеу жұмысын көрмеген көпірден өтетін қара халықтың мазасы қашқан. Себебі бұл өткелде жол көлік оқиғалары жиі тіркеледі екен. Мәселеге жергілікті әкімдіктер де қанық. Толығырақ тілші материалында. Арыс қаласы Қызыл көпір ауылындағы Батыс Қытай, Батыс Европа автодәлізі мен Қызыл көпірдің ортасындағы көпірдің өзіндік тарихы бар. Кеңес заманында салынған ескі көпір өзеннің екі бетіндегі тұрғындардың өтуіне, шаруашылық бағытында мал айдау, ауыл шаруашылық техникасын және егін тасымалдау үшін маңызды рөл атқарып тұр. Алайда бұл көпір ешқандай мекеменің мүлкі ретінде балансында жоқ. Көпірді сақтап және оны қауіпсіз ету үшін барлық ескірген ағаштарды ауыстыру қажет. Аралықтар, тіректер және басқа да жөндеу жұмыстарын талап етеді. Осы ауылдағы мына үш көпір бар тарихи. Біреуі 18 ғасырдың көпірі, біреуі 19-20 ғасыр, 21 ғасырдың көпірі. Мынау тұрған бірінші көпір кейінгі Батыс Қытай, Батыс Европа жолының бойына орналасқан. Соның қасындағы мына уақытында Союздың кезінде көпір еді. Қазір бұл көпір бізге ауылға, былай айтқанда ауылдың тұрмысына керек көпір болып тұр бізге. Бұған енді былай қазір өздеріңіз көргендей ремонт, жөндеу жұмыс талап етіп тұр. Бұл біздің ауылдың малы да осы жерден өтеді. Оны кейін Тынышпаев атындағы мектептің оқушылары автобус өтеді берден. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, жақында көктем келеді, көктемде өте қиын мінерім бар, ойдым болып кеткен. Сондықтан бұл ауыл тұрғын үшін жүда керекті көпір болып тұр. Батыс Қытай, Батыс Европа жол салынғаннан кейін, мына көпір салынғаннан кейін бұл көпір қараусыз қалып кеткен. Осы көпірді Арыс қаласына балансқа алып, осы мемлекет тарапынан жәрдем берсе, бізге осы ауыл тұрғындарды құттықтап болар еді. Тұрғындардың айтуынша көктем келе бұл жер балшыққа айналады. Көліктер тұрмақ, жаяу жүргіншілердің қатынауына қиындық туады. Ойдым болып жырақтар пайда болған көпір бұған дейін күрделі жөндеу жұмысын көрмеген. Ғасырдан ғасырға қалған мына Қызыл көпір, бала-шағамыз өтеді, немерелеріміз өтеді көпірден. Несінің бәрі жағдай жоқ. В общем, апатты жағдайда. Мал өтеді, ауылдың малдарының барлығы. Соны жөндеп берулеріңізді сұранамын. Жолымыз жаман. Жаңа Қызыл көпірден өтетін жердегі жолдың бәрі жаман болып кеткен, ешқандай жөнделмеген. Машинелер неғып жатады, тайып жолдан шығып жатады. Соны ескерсеңіздер екен. Мектепке қатынайтын балалар автобусы да дәл осы көпір арқылы өтеді. Жан жағында қоршауы, бағаналары жоқ көпір ойын балалар үшін де өте қауіпті. Гүлжауһар Темірханқызы, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.